Сәлеметсіздер ме оқушылар? Диктантымыздың тақырыбы қайың. Мәтінді оқып берем, мұқият тыңдаймыз. Қайың сымбатты ағаш, биік болып өседі. Жазда тәулігіне 40 шелектей ылғал тартады. Қайыңнан алынатын нәрсенің бәрі кәдеге асады. Оның бүршіктерінен дәрі әзірленеді. Бұтақтарынан сыпырғыш жасайды. Қабығынан халық шеберлері себет пен ыдыстар тоқиды. Қайың отыны пешке маздап жанады. Қайың ағашынан жиһаздар жасалады. Диктантымызды бастаймыз. Қайың, сымбатты, ағаш, сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Биік, болып, өседі. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Жазда, тәулігіне, қырық, шелектей, ылғал, тартады. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Қайыңнан, алынатын, нәрсенің, бәрі, кәдеге, асады. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Оның, бүршіктерінен, дәрі, әзірленеді. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Бұтақтарынан,
сыпырғыш, жасайды, сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Қабығынан халық, шеберлері, себет, пен, ыдыстар, тоқиды, сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Қайың, отыны, пешке, маздап, жанады, сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Қайың, ағашынан жиһаздар, жасалады, сөйлем аяқталды. Оқушылар, осымен диктантымыз аяқталды.